Саламатсыз оқушылар, қалайсыздар? Бүгін бізде биылда кездесетін есеп. Оған дейінгі жылдарда кездесіп жүрген есеп. Бірінші есептің берілгенін оқып алайық. Бізде 7 үлкен қорап берілген. Оның кейбірінің ішінде 9 орташа қораптан бар дейді. Орташа қораптың кейбірінің ішінде 9 кішкентай қораптан бар дейді. Егер 71 қорап бос болса, онда жалпы неше қорап бар дейді. Бізде жауаптары 81, 72, 68, 63, 79 дейді. Және видеоны паузаға қойып, өзіңіз бір рет шығарып көріңіздер. Ал енді шығару жолы. Бізде бұл есепте таблицаны көмегі керек болады. Таблица сылайық. Бізде ең бірінші үлкен қораптар бар. Үлкен қораптар бар. Және орташа қораптар бар. Және кіші қораптар бар. Так, енді бізде үлкен қораптың саны белгілі, ол 7. Еміз бүйтейік. Осы 7 қораптың бос емесі және босы деп жазылады. Себебі кейбір қораптың іші бос, кейбір қораптың іші бос емес. Мысалға, 7 үлкен қораптың кейбіреуі, яғни x бос емес деп қарайтын болса, соответственно, бос қорап қанша болады? 7 минус x болады. Енді бізге бұл есептің басында айтылғандай, әрбір үлкен қораптың ішінде 9 орташа қорап берілгендіктен, бізде бос емес қораптың саны x болса, орта қораптың саны 9x болады. Ал енді біз әрбір орташа қораптың ішінде қаншасы бос емес екенін білмейміз ғой. Сондықтан оның бос емесін y деп алайық енді. Орташа қораптың ішіндегі бос емес қорапшаның саны y деп алайық. Ал егер орташа қораптың кейбіреулері, яғни y бос емес болса, бос қалай болады? 9x минус y болады. Түсінесіз бе? Енді әрбір орташа қораптың ішінде бізде айтып отыр, кішкентай 9 қорапшадан бар дейді. Енді бізде бос емес орташа қорапшаның саны y болғандықтан бізге кіші қорапшалар, значит 9y болады. Ал бізде кіші қорапшаның барлығы пусто ғой. Сондықтан барлығы бос болғандықтан бос емес оның 0 болады. Ал босы 9y-дің өзі болады. Есептің шартында бізде 71 қорап бос болса деп тұр. Яғни бізде бос қораптың саны 71. Яғни мына үшеуінің қосындысы бізде не? 71 деп береді. Сонда x-ектері қосып көрейік, қанша шығады? 7 қосылған 8x, минус x-тен 9x-тен плюс 8x шығады, минус y-тен плюс 9y-тен 8y шығады. Тең нешеге? 71-ге. Осы жерден 8-ді жақшаның сыртына шығара тұратын болса, x қосылған y нені береді? Егер 71-ді жазып алып, 7-ні теңдіктің оң жағына айттырамыз. Ауыстырамыз, Сонда 8x қосылған y-іміз біздің нешеге тең болады? 61-ге тең, ал x қосылған y-іміз біздің 8-ге тең болады. Ал сұрақ қандай бізде? Онда жалпы неше қорап бар дейді. Бізде жалпы қораптардың саны не мына үшеуі. Бізге не істеу керекпіз осы үшеуін қосу керекпіз, және соны зерттеу керекпіз. Сонда 7 қосылған, мына жерден 9 жақшаның сыртына шығаратын болсам, жақшаның ішінде x қосылған y, осыны есептеу керекпіз. Бізде x қосылған y 8 береді, сондықтан 7 қосылған 9 көбейтілген 8 береді. Так, 9 8-ге өтсе 72, оған 7 қоссақ 79. Сонда жауап неше екен? Жауап бізде 79 екен.